Жезөкше, екінші бөлім. Жолдас, әке-шешесі тұратын мекені, көлігі бар азамат еді. Қоймаға бір рет кездейсоқ зат жеткізіп беруге келгенде Зәуремен кездесіп қалды. Жолдас пен Зәуре бір-бірін бір көргеннен ұнатты. Тағдыр теперішін көрген әйел лүп еткен жүрегінің үнін жаншып тастап, үндемей жұмысын істеп жүре берді. Жолдас әйелдің жанынан айна соқтап шықпай қойды. Әр нәрсені бір сұрап, Зәурені жақынырақ танығысы келді. Екеудің әңгімесі кеште жалғасын табатын болды. Жолдас Зәурені кездесуге шақырды. Арада көп уақыт өтпесе де, жолдас Зәуреге әйелім болшы деп ұсыныс жасады. Бұндайды күтпеген келіншек, бұрын үйленбеген, тұрақты жұмысы бар, жап-жақсы азаматты өзіне қимай, ұзақ ойланып жүріп алды. Өзінің өткен өмірін, жезөкшелікпен айналысқанын, бір рет тұрмыста болып бала босанғанын, бәрін жасырып қалды. Тіпті қалай айтарын білмеді. Жолдас Зәуренің жауабын естуге келіп тұр. Міне ол қарсы алдында. Зәуре, менің ұсынысыма қандай жауап айтасың? Деді жолдас келіншекке үмітпен қарап. Саған өзімнің өткен өмірім туралы бар шындықты айтқым келеді. Дегісі келді Зәуре, батылы жетпеді. Жолдасының өзіне деген махаббатынан, назарынан айырылып, тағы да жалғыздықпен қауышудан қорықты. Гүл әкеліпті. Гүлді құшақтап, ұзақ иіскеді. Иісі неткен әдемі, өмір неткен әдемі. Жолдастың жанында өмірдің қандай тәтті екенін алғаш рет сезініп, бақытқа бөлене бастаған Зәуре алдында не күтіп тұрса да көндігуге бел буды. Өткен нәрсе өтті, бояуы сіңді. Оны білсе, әлбетте, жолдас бұны қабылдай алмас. Бұл ащы ақиқат еді. Бас тарта алмайды. Зәуре қарсы алдындағы азаматтан, тағдырдың тосын сыйынан бас тарта алмайды. Арада бірнеше апта өткен соң, жолдас Зәурені үйіне келді. Үй деген осындай болады екен-ау. Жылылығын айтсаңшы. Ата-ананың қамқорлығы, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімі жылы ұяны берекеге толтырып тұр. Зәуре оңашада отырып жылайтын. Бұл жолы бақыттан. Жылдар бойы соншама азап шеккенімнің хақысы осы ма, жаратқан ием? Рахмет, рахмет, рахмет деп қолын аспанға көтеріп, мынау үйдің әр бұрышын құшақтайтын. Зәуре шексіз бақытты еді. Кімнің болса да көңіліне қарап құрақ ұшып тұратын келіншекті жолдастың туысқандары жылы қабылдады. Бұндай қамқорлықты өмірінде ешкімнен көрмепті. Бала кезінде әке-шешесі осылай жақсы көрген болар. Зәуренің есінде бірі бар, бірі жоқ. Ал мынау өмірі тұп-тура ертегі секілді. Күнде таңда оянғанда осы өмірінің аяқталмауын, өткен өміріндегі былықтың беті ашылып қалмауын тілейтін. Жолдаспен шай десіп, сөзге келіп көрмепті. Таңда жұмысына кетеді, кеште келеді. Зәуре нешем негем десе де, бір сөзге келмей, әйелінің қалауын орындайды. Сондай жақсы азаматқа Зәурені жар етіп қосқан Құдайдың да бір есебі бар шығар бәлкім. Бір күні үйлеріне Абзал есімді алыс туысқандары келетін болды. Зәуре енесімен бірге әңгімесі жарасып, ас үйде күйбеңдеп жүрген. Есіктің қоңырауы басылып, үйге күтіп тұрған қонақтар да келді. Абзалды көрген бойда Зәуренің төбесінен біреу мұздай суық үйіп жүргендей болды. Әйел қолына ұстаған табағымен бірге қалшиып қатты да қалды. Өйткені Абзал кезінде жезөкшелік қылып жүргенде бұны бірнеше рет жалға алып, ойына келген жасаған тұрақты клиенттерінің бірі еді. Зәурені көрген Абзалдың да түрі бұзылды. Жолдастың келіншегі, біздің келініміз деп, енесі бұрыннан таныс екеуді таныстырып, елпектеп жатты. Жолдас пен Зәуренің тойлары болмаған, тек шағын ғана беташар жасап, үлкен тойда жазға қалдырған. Зәуре үшін тойдың болмағаны жақсы. Көп адам келсе, біреу-міреу бұны танып қалар ма деген күдігі бар еді. Сол күдігі расталды. Абзал бойын тез жиып, ештеңе болмағандай, Зәуремен танысып дастарханға қонжиды. Саусағы дірілдеп шай қойып отырған Зәуреге оқты көзін қадап-қадап қояды. Зәуре Абзалға қарамауға тырысты. Қара терге малшынып, демалысы қиындап кеткен соң, «Мама, мен қазір ас үйге барып келейін» деді де бөлмесіне қарай жүгіре жөнелді. Басындағы ақ орамалымен бетін жауып, өкіре жылады. Біткен жері осы. Бір сәтте бөлменің есігі ашылып, мысық табандап Абзал кіріп келді. Ағам сенің жезөкше екеніңді біле ме? Деді мысқылдап. Кәне шық, жолдасқа бір ауыз айтар болсаң, деді Зәуре тістеніп. Өйтте, бәсе, ағам білмейді екен ғой. Айтар болсам, не істейсің? Деді Абзал Зәуренің етегін көтеріп. Оңбаған, маған жолама, деп Зәуре Абзалды итеріп жіберді.
Дәл қазір маған берілесің. Болмаса мынау ибалы келін боп жүрген бетпердеңді бір-ақ сәтте шеше салам, ұқтың ба? Сенің қандай жезөкше болғаныңды бәрі білетін болады, деді Абзал. Маған олай жасамашы, Абзал, өтінем. Мені бақытымнан айырмашы, деп жылады Зәуре. Кәне, бері кел, деді де Абзал шалбарын жартылай шешіп, Зәуренің омырауын умаждай ұстап, тұрғызып қойып жәукемдей бастады. Зәуре еңіреп жылап тұрды. Шаруасын бітірген Абзал тез-тез киініп. Бұдан былай жиі келетін болам. Сұрағанымды осылай беріп тұрсаң, жолдас ештеңе білмейді. Ал егер бір рет болсын қарсылық танысаң, обалың өзіңе, деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Ашық-шашық қалған Зәуре тірі өлік секілді отыра кетті. Не күтті? Бір күн болмаса бір күн өткен өмірінің алдына кедергі болатынын білді. Зәуреш, Зәуретай, деген инесінің шағымды даусын естіген кезде Зәуре үсті басын түзеп, орамалын жөндеп тағып, бетін сүртіп бөлмесінен жүгіріп шықты. Абзал дастархан басында әлі отыр. Тойымсыз неме әлі де Зәурені көзімен ішіп жеп барады. Түнде сіздерге қонып ертең кетемін, деді де дастарханнан ырғалып тұрып жатты. Зәуре тіретті. Бірнеше сағаттан соң жолдас жұмысынан келеді. Абзалға сенім жоқ, бәрін жайып салса, бұның халі не болмақ? Зәуретай, бәрі дұрыс па балам? Көңілсізсің ғой, деді енесі келіннің қабағын бағып. Анашым, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз, деді Зәуре булығып. Сол сәтте енесінің жылы құшағына қойып кетіп жылағысы келді. Балам, бір нәрсе мазаласа айт, деді енесі. Зәурені мазалаған адамның диванда жантайып жатқанын білген жоқ. Жолдас жұмыстан келді. Зәуре, анашым, ауырып тұрмын сәл, деп күйеуін алғаш рет жұмысынан өзі күтіп алмай, бөлмесіне кіріп жатып қалды. Абзалды көргісі келмейді. Жолдас әйелінің жанына келіп еңкейіп бетінен шөп еткізді. Жаным, не болды саған? Қай жерің ауырып тұр? Деді сосын жұмыс киімін шешіп жатып. Кішкене мазам болмай тұр, жүрегім айнып, деді Зәуре өтірік. Жүрегің айнысы мүмкін. Жаным, тексеріліп көрмедің бе? Бәлкім бойыңа бала біткен шығар. Біздің баламыз, деп жолдас әйелін аялай құшақтады. Жолдастың жып-жылы мейірім махаббаты Зәуренің жүрегін езіп жіберді. Мен күнәһармын, дегенді айтқысы келді. Әттең, бұл жолы да айта алмады. Түн ортасында Зәуре су ішуге ас үйге шыққан. Ас үйден шыға бере біреудің тасада көлбеңдеп тұрғанын байқап, шошып кетті. Бұл Абзал еді. Жүр, деп Зәурені өзі ұйықтап жатқан оңаша бөлмеге сүйреді еркек. Оңбаған не істеп жатырсың, деді Зәуре сыбырлап. Абзал Зәурені бөлмесіне кіргізіп алды да, есікті жауып тағы да білгенін істей бастады. Зәуре бұл жолы шыдай алмады. Шарасыздықтан сыбырлай шыңғырды. Не деген пасық адам едің, Құдай жазаңды берсін сенің, деуге ғана шамасы келді. Үніңді өшір, жезөкше, деп Абзал Зәуренің екі аяғын ашып, шаруасын тез-тез тындыра берді. Зәуренің аузын қарулы қолымен жауып тұрды. Бір сәтте есік сықырлап, ас үйге біреудің келе жатқан аяқ дауысы естілді. Абзал да, Зәуре де қимылсыз тұрып қалды. Бұл жолдас еді. Әйелінің жоқ екенін байқап артынан іздеп шыққан. Зәуре Абзалдың құшағынан сытылып босап шығып диванның астына тығылды. Жолдас білгендей бұлардың бөлмесін ашып көзімен тексерді. Абзалдан басқа ешкім жоқ екенін көрген соң есікті жаймен жауып шығып кетті. Деп терең демалды Зәуре. Күйеуіңнен қатты қорқады екенсің, Не дегенмен бәлесің? Мынадай отбасыға кіріп алдың. Сенің сұр жылан екеніңді біреу білмейді. Жезөкшелер бәле болады, деді Абзал. Ал біздің шаруамыз біткен жоқ, деді сосын. Зәуре бұл жолы қарсылық танытпады. Сезімнен жұрдай бұрынғы жезөкше қалпына қайта түсіп кеткендей. Бөлмесінен келсе, жолдас бұны күтіп белеңдеп жатыр екен. Қайда болдың, жаным? Деді күйеуі. Далаға шығып, таза ауа жұтып келдім, деді Зәуре. Түнде жалғыз шықпасаңшы, мені неге оятпадың? Деді жолдас, төсекке енді жатқан әйелін құшақтап. Күнәһар денеме қолыңды тигізе көрме, асылым. Сен періштесің, күнәдан пәксің, ал менше. Сен алдап жүргенім өтірік емес. Бұл шындықты білгенде қандай күйде болар екенсің. Аллам, өзің айтшы, мен не істейін? Арада бала болмай тұрғанда жолдастың обалына қалмай көзімді құртайын. Бұл ауыртпалықты көтере алмаймын, деді Зәуре ішінен. Сөйтіп таң ата бұл үйден бір жола кетуді ұйғарды. Жолдасқа не айтарын білмейді. Тек таң атсыншы. Таң сібірлеп атқанда жолдас жұмысқа кету үшін ұйқысынан тұрды. Зәуре де бірге оянды. Күйеуінің шайын беріп отырып, бүкіл күшін жинап, оған бар шындықты жайып салмақ болды. Жолдас, саған бір нәрсе айтуым керек, деп бастады сөзін Зәуре. Иә, жаным, деді жолдас әйеліне тік қарап. Зәуренің денесі дір етіп өзіне бағынбады. Кенет жүрегі айнып дәретханаға жүгірді.
Зәуреш кейін деп жымиды Жолдас. Не? Деді Зәуре түсінбей. Сені жолдан ауруханаға тастап кетемін, тексеріл. Жақсы жаңалық болып қалар, деді де Жолдас әйелінің жауабын күтпестен көлігін оталдыруға шығып кетті. Жолдастың айтқаны айдай келді. Зәуренің құрсағына бала бітіпті. Бұны естіген Жолдастың қуанышында шек болған жоқ. Әйеліне деген махаббаты екі есе артып кеткендей, күн сайын Зәуренің өмірін қуанышқа толтыра берді. Абзал болса, бұл үйге жиі келетінді шығарды. Зәуренің басқа амалы жоқ. Абзалмен жасырын төсектес болып, күнә үстіне күнә арқалай берді. Жақсы күтім көрген Зәуренің жүктілігі жеңіл өтіп жатты. Бірақ бақытты сәті ұзаққа созылмады. Бұл күннің келерін Зәуре де сезген. Жолдас әйелінің түн ортасы ауғанда ауық-ауық жоқ болып қайта келетінін біліп жүрді. Басында таза ауаға шығам дегесін мән бермеген. Келе-келе Зәуре шығып кеткенде сыртқы есіктің сықырлап ашылмайтынын байқады. Неде болса үйдің ішінде. Әйелінің түн ортасында не істейтіні Жолдасқа қызық көрінді. Бәлкім түнде тұрып дұға оқитын шығар. Сондай түндердің бірінде Жолдас Зәуреге білдірмей артынан шықты. Зәуре абзал жатқан бөлмеге кіріп кеткен өз көзімен көргенде маңдайына тас тиген адамша есеңгіреп ұзақ тұрды. Сөйтіп артынан барып есікті ашып жарықты жауып кеп қалғанда Абзал мен Зәуренің төсектес болып жатқанының үстінен бір-ақ түсті. Іші томпиып шығып қалған келіншегі туысқан інісінің құшағында жатыр еді. Жолдас көп ойланған жоқ. Әйелін де, інісін де шапалақпен тартып жіберді. Мен кінәлі емеспін. Ол өзі, әйелің жезөкше, жарты қаламен жатып шыққан атақты жезөкше, деп айғайлады Абзал үйді басына көтеріп. Бұл сөзді естіген Жолдас одан әрмен есеңгіреп қалды. Жанары жасқа толып, Зәуре, ол не дейді? Шын ба? Деуге ғана шамасы келді. Зәуре еңірей жылап, баяғыда болған, қазір, деп болып қалды. Қазір де бұрынғы жезөкше Зәуреден айырмасы жоқ еді. Айғай-шудан ұйқыларынан оянған Жолдастың туысқандары бәрін естіді. Қызым-ау, бұның не? Деп жылады енесі. Балам-ау, енді немерем дей беріп еді Жолдас. Анашым, ешқандай да немере жоқ. Бұл жезөкше болса іштегі баланың кімнен екені белгісіз. Қане қараңды батыр, ұятсыз, дәл қазір кет үйден, деп Зәуренің киімдерін бөлмеден біртіндеп лақтыра бастады. Зәуре жылап жүріп, қолына түскен киімдерін шала-пұла кішкентай сөмкесіне салып үйден шығуға оқталды. Анашым, мені кешіріңізші. Жолдасқа үйленбей тұрып жезөкше болған біраз. Ақшадан қатты қиналып кетіп сол жолға түсіп едім. Абзал мені бопсалады. Іштегі бала сіздердікі, деп енесінің аяғына жығылды Зәуре. Жолдас Зәурені шекесінен бұрап тұрғызды. Өз көзіммен көрдім. Біреу айтса сенбес едім. Бала менікі емес, сен маған енді өтірік айтпа, деп Зәурені есікке қарай итше лақтырып жіберді. Зәуре түн ортасында далада жалғыз қалды. Барар жер, басар тауы жоқ қорғансыз келіншек не істерін білмеді. Бір жолы бар. Ол өлім. Зәуре жүріп келеді. Мақсаты қала сыртындағы биік тау. Таудың басына шығып өзін төменге тастап жібермек. Сәби іштен теуіп қояды. Сен екеуміз ешкімге керек емеспіз, балам, деп ішін аялай сипады Зәуре. Жарты жолға жете бергенде сілесі қатып, жол жиегіндегі ағашқа отырды. Сөйтіп жатып ұйықтап қалыпты. Көзін ашса, ауруханада жатыр. Полиция жол жиегінен тауып алып ауруханаға жеткізіпті. Денесін ауырсынып, орнынан тұрғысы келді. Іші кішірейіп кеткендей. Ұстап қарап еді, аппаратқа қол тиді. Жамылып жатқан көрпесін ашып қалды. Ішін тігіп тастапты. Не? Маған не болған? Маған не істегенсіңдер? Деп айғайлады Зәуре. Өзін бірнеше жыл бұрын босандырған жасыл көзді акушер кіріп келе жатты. Сабыр, сен тағы да өлі бала тудың. 6 жарым айлық қыз екен. Дәлірек айтқанда, біз өзіміз ішіңді кесіп баланы алдық. Сен есіңнен танып жаттың, деді акушер. Не деп тұрсыз? Түнде ғана ішімді теуіп жатқан бала қалай өліп қалады? Мүмкін емес, сенбеймін, деп шыңғырды Зәуре. Мынаны тыныштандыратын екпе салыңдар, деді акушер жанындағы медбикеге қарап. Екпеден кейін босаңсып, тағы ұйықтады Зәуре. Мынау қарғыс атқыр перзентханаға 2 сәбиін беріп, тіпті түрлерін де көре алмаған келіншектің өмірінде мән қалмағандай, ұлын да, қызын да осы жерге қалдырды. Зәуренің әрі қарай күресетін күші қалмады. Әр ойланып, бер ойланып, тағдырымен тіресуге бел буды. Мені бақытқа қимадың, жақсы, айтқаның болсын. Мен жақсы адам бола алмадым, деп өз-өзімен сөйлесіп, бұрынғы мекеніне аяқ басты. Сутенер Зәурені бірден таныды. Ха, айтпап едім саған. Бізге бір келген адам міндетті түрде қайтып келеді. Ой, бірақ сен жарамайсың, сен кәрісің, деді сутенер. Өтінем,
менің басқа барар жерім жоқ, деді Зәуре жалынып. Жақсы, кәрі құртаңды ұнататындар да бар, қосыл аналарға. Бірақ енді кезетін болсаң, қайтып келмейсің. Ұқтың ба? Деп маңғазданды сутенер. Зәуре үнсіз басын шұлғыды. Жалғасы келесі бөлімде.